солай болады, иә. Енді канваға өтейік. Канваны бұрын біз қолданып көрген болсаңыздар, презентация жасауға ғана қолданатынбыз, иә, презентация. Қазіргі кезде Canva соңғы бір айда обновление жасалды. Обновление. Біздің Алматы қаласы мұғалімдеріне Canvаны 3 жылға бесплатно беріп қойған, бірақ біз қолданбай жүргенбіз осы уақытқа дейін. Қолданбай жүрдік. Жақында кіріп тексеріп көрген едім. Ішінде көптеген өзгерістер болған. Енді бұның ішінде не бар? Бұның ішінде біз презентация жасауға болады. Презентация, яғни қазір шаблондар. Көбінесе шаблондар ғой бұның ішінде. Мысалы, презентация, документ, құжаттар, веб-сайт, неше түрлі заттарды жасай беруге болады көбінесе. Плакат, иә, шақырту, видеолар, басқа заттар, сайттар осының ішінде жасалады көбінесе. Тойға шақырту, көптеген дайын шаблондар арқылы жұмыс жасай беруге болады. Мысалы, мен презентацияға кірдім. Презентациялардың ішінде осындай неше түрлі беттер бар. Беттер. Осылардың ішінде кез келген сізге келетін белгілі бір презентацияны аласыздар да. Мысалы, осы презентация. Изменить шаблон деп басасыздар. Ішіне кіріп, ары қарай жұмыс жасай беруге болады. Осылардың тақырыптарын барлығын өзгертіп, жазуларын өзгертіп, одан соң барып, мына жақта таблица, басқа кез келген өзіңізге ұнайтын заттарды алып тастасаңыздар да болады, басқа зат істесеңіздер де болады. Немесе мына жақта дизайн деген бар. Дизайн. Осыған кіресіздер. Осы жақтан басқа да презентациялар бар. Кез келген алып қолдана берсеңіздер болады. Бесплатный да бар, платный да бар ішінде. Көптеген мүмкіншіліктер бар. Бұл презентацияға. Презентацияны енді поделиться етіп, мына жақтан скачать деп алсаңыздар болады. PDF вариантында, PowerPoint, неше түрлі версиялар бар осының ішінде. Міне. Видео түрінде де, Актив сурет. Inspire'ге бола ма? Ау? Актив Inspire'ге бола ма екен? Қандай? Скачать етіп. Актив Inspire программасы бар ғой, біз ашық сабақ жүргіземіз. Осылардың бәрін скачать етіп, сол жаққа загрузить етсек бола ма? Білмедім. Мен түсінбей тұрмын. Актив дейсіз ба? Актив Inspire деген. Ашық сабақтар жүргіземіз біз. Оны білмедім. Көру керек. Интерактивті тақтада барлық оның ішіне жаңағы Word, видео, керек жазып. Анау ненікі ма? Тақтаныкі ма? Тақтаның программасы ма? Иә. Иә, оған болады. Болады оған. Загрузить етуге болады ғой. Иә, оны скачать етіп, соның ішіне саласыздар, солай жұмыс жасай бересіздер. Қалай скачать ететінін айтасыз ба онда? Мына жақтан поделиться етіп, осылай скачать ете бересіздер. Осылай скачать ете бересіздер. Немесе осы жерден презентация жасап, қорғай бересіздер жұмысты. Осылай. Келесі мына жерде тұрған заттар. Презентация. Социальный сеть. Социальный сетьке өздеріңіз жүргізетін болсаңыздар, осының ішіне кіріп, таңдап алып, мысалы, мынандай видеолар, мынандай посттар салатсыз ба? Жаңағындай сайттарға посттарды, суреттерді осының ішінде жасасаңыздар болады. Бесплатно түрде қолдана беруге болады. Instagram, Facebook, YouTube. Көптеген заттар бар ішінде. Әдемі болып шығарады, бәсе. Иә, осы жастар көбінесе осыны қолданады. Иә, осыны үйреніп Иә, қалай істейді десек, осылай істейді екен ғой. Фоторедактор. Яғни, бұның ішінде фонд удалить етіп тастауға болады. Яғни, жасанды интеллект арқылы өзіңіздің суретіңіз белгілеп аласыз. Содан соң ары қарай фонд алып тастайды. Немесе ластик бар міне. Мысалы, бір зат ұнамай тұрма, қасыңызда картадан бірдеңеден алып өшіріп тастасаңыз болады, тура
ешқандай ештеңе болмаған сияқты қылып қалдырады. Немесе видео жасасаңыздар болады. Видео жасасаңыздар. Это Осы видео. жерде неше түрлі форматтар бар. Бұның ішінде де запись экраны бар, міне. Запись экраны жасауға болады. Бәрін шұқылап көру керек қой, значит. Міне видеолар Иә. ішіндегі. Бесплатный түрде алуға болады. Документтер. Міне документтердің ішінде де осындай шаблондар бар. Шаблондар. Шаблондарды ары қарай өзгерте бересіздер. Онлайн доска. Иә. Студенттермен жұмыс жасауға арналған стикерлерді іліп, басқа жұмыстар, оқушылармен бірге бір презентацияның ішінде жұмыс жасасаңыздар да болады. Таблица, сайт, неше түрлі жұмыс жасай берсеңіздер болады. Так, енді келесі видео. Жасанды интеллект видеосын жасауға. Мысалы, мынау видеосы жасап берген, өзінің пока что бесплатный түрде лимит жоқ, ешқандай жасап беріп жатыр. Оны қалай жасаймыз? Мысалы, видеоға кіресіздер, жаңағы айттым ғой. Главныйдың ішінде видео деп, міне, видео деп басасыздар. Белгілі бір видеоның форматын таңдайсыздар. Мысалы, мынандай видео. Сол жақтан астында приложение деген бар. Приложение. Осыны басасыздар, сосын астыға түсесіздер. Приложение, астыға түсесіздер. AI voice, яғни дауыс жазу, иә. Мына жерге текст мәтін жазып бересіздер, оған сізге жазып аударып береді. Мына ішінде қазақ тілі де бар, бірақ дұрыс жасай алмайды. Дұрыс жасай алмайды. Ольга да Иван да дұрыс сөйлей алмайды қазақша. Одан соң сурет жасау. Кіресіздер, большой медиа деген. Изображение, графика, видео, 3D модель. Осылардың ішінден кез келген қайсысы, мысалы, сурет дейсіздер, 5 сөзбен сурет деп тұр ғой. Өзіңнің идея жасата салайық. Табиғат, ладно. Генерацияға кетті. Төрт сурет жасап беріп, төртеуін біреуін алып қолына бересіздер. Немесе келесі графика. Осылай графикалар. Немесе видео. Таңдап отырамыз, иә, бұл жерде? Иә. Алдындағы суреті қаяққа кетіп қалды? Жоқ, біз графикаға кеттік қой, изображение. Мына суреттер астында тұр, мына жақта. Осы суреттің ішіне қоюымыз керек па сонда, или бөлек па? Қалай? Жаңа мотоциклдағыны осы суреттің ішіне қоюымыз керек па сонда? Өзіңе керек. Жоқ, өзіңіз білесіз. Үстіне қоясыз ба, астына қоясыз ба, кез келген. Келесі видео. Мысалы, жаңағы базардың видеосын жасаған болатынбыз. Ежелгі Тараз қаласындағы базар бейнесі деп жазайық. Қазақша жаздық уже осы жолы. Иә. 1-2 минутта дайын болады дейді. Видео жасау енді кішкене ұзағырақ болады. Генерация жасалып жатыр ма? Келесі, қазір видео жасай берсін. Оған дейін, бұның ішінде де Google Form сияқты опростар жасауға болады. Яғни презентацияны басқа бір адамдарға жіберіп, оның ішіндегі опростарын толтыруға жұмыс жасауға болады. Оны қалай жасаймыз? Мына жақта элементтер деген бөлім бар. Элементтер. Дизайн, текст, бренд, загрузка. Загрузканың ішіндегі сіздің жүктеген файлдарыңыз тұрады. Инструменттер, проекттер, неше түрлі бөлімдер бар. Осы элементтерге кіреміз. Астына
түсетін болсақ, міне фигура, графика, фото деген сияқты неше түрлі заттар бар. Бұның ішіндегі заттардың барлығы Canva-ның кітапханасында бар бесплатный заттар. Оны алып қолдана берсеңіздер болады. Яғни ютубқа видео саласыз ба, сабағыңызға қолданасыз ба, өзіңіз бір социальный сеттерге, әлеуметтік желілерге қолдана беруге болады барлығын. Барлығын қолдана беруге болады. Мысалы, мынандай рамка деген бар, иә. Рамка, мысалы, әлеуметтік желілердің фотосын жасауға болады. Мысалы, осының ішіне белгілі бір суретті әкеп қоюға болады. Мысалы, так, мысалы, мына Tabii. фотоны әкеп қояйық. Так, неге мынау не болмай тұр? Anda kişi ne oldu? Мынау фото болмайтын шығар, может. Olmaz. Мына фотоны аламын. Міне. Деген сияқты, иә. Мобильный телефонның ішінде осы зат болып жатқан сияқты болып тұрады. Неше түрлі рамкаларды алып қолдана беруге болады. Рамкалардың ішінде видеоға кірсеңіздер, бесплатный видеолар ішіндегі. Мына жерге іздейсіздер, кез келген тақырыптарды, қалаған Tabii. тақырыпты жазып, солай жасай бересіздер. Мен көрсетейін деген мына шаблондар бар, форма, міне. Формаға кіресіздер. Осының ішінде неше түрлі форматтар бар. Қайсысы ұнайды, соны таңдап аласыздар. Солай жүзеге аса береді. Formatın ölçümüne de қарау керек шығар, соны да жөндеу мәселесі кейде жаңағы шықып отырмай. Форматтың өлшемі Иә. қандай формат? Мысалы қоятын неңі біреу үлкен, біреу кіші, оны анау бүйтіп созып жөндеп отырмай деймін да. Иә, форматқа да қарау керек. Соларын да ескеру керек сияқты. Иә, міне өздеріңізге керек қажетті Google форманың түрін таңдап аласыздар. Немесе өзіңізде мына жақтан түстерін өзгерте бересіздер. Туз болсо ешқандай. жүксі. Кез келген уақытта жасай бересіздер. Осыны таңдап алып. Туз қоспаймын. Туз қоспаймын. Міне Дауыстарымды өшіріп қойыңдар, қыздар. Google форм сияқты оқушы өзі толтырып жібереді сіздерге. Солай жасауға болады презентацияларды. Немесе міне презентациялар, иә, менің сабағымда қолданған презентациялар. Яғни осылардың соңына қайтадан сіздер мына заттарды қоссаңыздар болады. Белгілі бір құжатты қоссаңыз болады. Мысалға, документ таңдайық. Текст. Мысалы, сабақтың жоспары осы жерде тұратын болсын. Сценарий. Белгілі бір бет ашылды, Word файл сияқты. Бірақ бұл Word файл сияқты емес, кете береді астына кете береді. Қаншалық мәтін созылған сайын соншалық кете береді. Мына плюсикті басамыз. Осы жерден большой текст таңдаймыз. Сосын мына жерге жазамыз. Не болу керек? Мысалға, осы сабақта 3D модельдер туралы сабақ, информатика пәнінен осы сабақ бойынша 45 минутқа арналған сабақ жоспарын жасап бер және тапсырмаларымен деп айтамыз. Уже жасап жатыр, көрдіңіздер ме? Миы күшті істейді екен. Жылдам. Иә, жылдам, иә. Жылдам. Жасап береді. Старттарды басасыздар. Міне 3D модельдер, сабақ жоспары. Презентация болып келе жатады. Арасында мынандай заттар бар. Оны кез келген жеріне қойып аласыздар. Мысалы, сабақтың басына деген сияқты.
тақырыпқа байланысты құрылымдар ғой соның сұрақтары. Иә. Сосын YouTube видеоны қоюға болады. Мгм. Видеоны басасыздар, видеоны жасап, осы жаққа қойып қоюға болады. Онлайн доска қойсаңыздар болады, міне мысалы. Онлайн доска. Так, элементтер Осыменен бөлімінен бәрін кезінде PowerPoint-ке де қойып үйрендік қой басында шыққан кезде. стикерлерін Иә, қойып. иә. Осының бәрін біз мысалы 50 жыл, қанша, 30, 40 жыл, 40, 50 жыл болды мұғалім Әр болғанына. оқушы былай өз ойын сабақ бойынша жазып отырады деген сияқты. Видеоны да, дауысты да, бәрінде, звукты да. Просто формаларын көбейткен. Міне жасаған видеосы. Күшті. Ал Тараздың базарын көрейікші. Сол Так, кезде қазір қайда кішкене қатып жатыр. орта ғасырға кетіп қалыпты. Ол кезде Древний Тараз, иә, көне Таразға кеткен. көне Тараз. Теорияда. Мен ежелгі деп жаздым ғой. Ежелгі Дұрыс, Тараз дұрыс, қаласындағы базар дұрыс, бейнесі. Ежелгі деп жаздыңыз ба? Онда дұрыс Иә, екен. иә, ежелгі көне Тараз деп жатыр. Дұрыс. Мгм. Осылай сияқты видеоларды қолдана Нелер берсек ақыл. болады бесплатный түрде. 5-8 секунд, 6 секундтық почти видео жасап береді сіздерге бесплатный түрде. Осы сосын 45 деген жоқпыз ба бағана біз? ау 45 деп айтқан жоқ дедік. Секундтық. жоқ 45 емес. А, 45 секундтық ешқандай қазір жасанды интеллект жоқ. болмайды, ә? Пока Ода. что. Дұрыс. Ең ұзағы 15 секунд қана. 15 секунд. А, Оны келесі сабақта толықтай видео жасау туралы толықтай өтетін боламыз келесі сабақта. Міне осындай заттарды қосуға болады. Енді келесі жасанды интеллект кіресіздер. Canva-нан мұғалімдерге бесплатный түрде қалай бір жылдық версиясын алуға болады. Сіздерге қазір видеоға жіберем. соны жіберші, Видеосын сол керек неге бізге. группаға жіберем сіздерге. Мына искусственный интеллект Ага. Canva деген бар. Искусственный интеллект Canva. Мына жерде изображение, документ, код. Осы үшеуі тұрады. Жаңағындай сабақ жоспар, өзіңізге план, басқа жұмыстардың барлығын осы жерде жасай берсеңіздер болады. Изображение тоже осы жерден жасай берсеңіздер болады. Суреттер, мысалы, Алматы таулардың фонындағы футуристикалық осындай қала, неонды жарықтар, шынайы фотостиль деп жасап Өте міне оның жасап берген фотолары. Менің алдыңғы жасаған фотоларым. Ешқандай қиындығы жоқ. Кірдіңіздер, искусственный интеллект Canva-ны таңдадыңыздар мына жерден. Изображение, документ, код үшеуі тұрады. Соның ішінен сурет жасайтын болсаңыз, осы жерден таңдап аласыз. Документ жасайтын болсаңыз, осы жерден документ таңдап. Үшіншісі код деген бар. Код. Ол жақында қосылған. Бұл сайт жасауға болады, басқа викторина, сұрақтар, неше түрлі заттарды осы жерден жасауға болады. Студенттерге дипломдық жұмыс ретінде өте керемет деп ойлаймын, менің ойымша. Мысалы, мынаны таңдай салайын қазір, викторина по биологии деген. Промптты өзі жазып қойған, міне. Көріп тұрсыздар ғой, қаншалықты деңгейдегі толықтай ақпараттарды беру керек бұл жерде. Толықтай ақпаратты қаншалықты берген сайын сізге жақсы заттар жасап бере алады. Сайт жасауы мүмкін, мобильный приложение, басқа да заттарды жасай береді. Қазір сайт жасап жатыр, мысалы. Сайт жасап жатыр. Так, мына жақтан сіздерге шаблондардың ішіне сайт жасауды көрсете салайын. Мына жақтан міне сайт деген тұр ғой. Кірген кезде 3 зат тұрады. Искусственный интеллект Canva, шаблондар және де ваш дизайн. Осылардың ішінен сайтты таңдап аласыздар. Создать сайт. Өзіңізге келетін шаблондарды таңдайсыздар. Мына жақта дизайн деген тұрады міне. Дизайн бұл сайттарға шаблондар. Мысалы, мынаны таңдай салайық. Бірінші беті мынау болсын. Екінші бетінде мынау болсын. Үшінші бетінде
мынау болсын деген сияқты. Төртінші бетінде вообще басқа сайттан таңдай салайық, мысалы мынау болсын деген сияқты. Осындай сайттар шығады. Бұны публикацияға жіберу үшін міне опубликовать веб-сайт деген бар. Таңдаймыз. Мына жерге URL толтырамыз. Содан соң публикацияға жібереміз. Кәдімгі интернетте жарияланып тұратын готовый сайт шығады береді сіздерге. Міне перейти на сайт десек. Міне жаңағы жасаған сайт. Интернетке кіріп осы аккаунтпен сіздер өздеріңіздің сайттарыңызды жасай аласыздар. Ал мынау жаңағы жасаған викторина, иә. Атыңызды енгізіңіз дейді. 3 уровень жасап берген. Мысалы средний. Марат. Деген сияқты жасап алуға болады. Және де осыны публикация жасауға болады. Тура жаңағы сияқты өзіңіздің жұмысыңыз ретінде жасап қоюға болады. Кахот па сондайға ұқсайтын сияқты ма? Kahoot. Соған ұқсайтын сияқты. Жоқ, енді бұл жерде сіздің өзіңіздің затыңызды жасайсыз. Бұл жерде енді викторина деп мен тапсырма бердім ғой. Иә. Немесе сіздер өздеріңіз толықтай осылай тапсырма берсеңіздер, өздеріңіздің идеяларыңыз болса, Иә. осы жерге жазып, промпт жазып, Сабақтың өзіңіздің мазмұнына қарай. өзіңіздің сайтыңызда немесе мобильный приложение солай жасасаңыздар болады. Кодын көрсету керек болса, показать код деп басасыздар. Кодын түсінбейміз ба? Осы жақтан өзгерте бересіздер.